Сен қартайып кеттің сен. Әжің көбейіп кетсең дедің де. Дұрыс келедір едің ғой. Солай ма не? Не дейді құдайым ау? Зулифа. Осы сөзден бар ғой, мен қолым тербетіп. Бастайдық уже. Егер дұрыс жауап берсеңіздер деген кезде уже ұнатпай тұрам кішкене. Тананана тананана тананана. Қазың деп қосаң дейді. 90% айта аламын, бұл негізі өзбекше емес сияқты. Ұйғыр бар екен ғой, ё-майо. Азербайжанды қалдырайық та? Ақшамыз адалынан тауып отырмыз, беріңдер. Жарысын аударып қойыңдар Каспийге қазір. Армысыз түркі әлемі, түркі тілін бәрін біл, өз тілінде құрметті деп біз түркі тілмаш зияткерлік ойының кезекті шығарылымын бастаймыз. Кеттік, бастайық. Бүгін бізде қонақта елордамыздағы Астана мюзикл театрының әртістері Медет Рахымберген және Ассалаумағалейкум. Қорлан Қаққожақова. Қолдарыңызда 10 мың теңге, алдарыңызда 10 ұяшық. Дұрыс жауап берсеңіздер ақшаларыңыз өсіп отырады, қателессеңіздер ақшаларыңыз азайып отырады және Все, кет. Бисмилля. О-чу-чу деп ұшсаң бүйтіп. Азекең айтпақшы, есімі Медет Рахымбергенов. Негізі туған жерім Атырау қаласы, Жамбай ауылы. Осы 2013-12-де Казной университетінде актер мамандығы бойынша бітіргем. Мен енді түркі әлеммен байланыстыратын ең бірінші менің есімі Медет. Медет деген еді мына жақтарда мен қай жақ еді? Тәжіктерде тоже бар екен, мәдәт деп айтады. Араб тілінде де мәдәт деп айтады. Ең сосын Өзбекстанда болдым. Қырғызстанда болдым. Қырғызстанда менің Шоқ қыздар деген ән бар ғой, соны жазған бір Ильяс Абдразаков деген жігітпен жұмыс жасағам. Осы үйленгенге дейін мен авторлық әндер жазғам ғой. Қырғызстаннан жақсы достарым бар, көкпаршы достарым бар. Сол енді жалпы именно түрік тілін білмесем де, жалпы түрік әндерін білеміз ғой, тыңдап жүрміз, жақын таныспыз. Сериалдарын көріп жүрсіздер? Көрмеймін деймін десең. Менің есімім кәдімгі қазақша. Иә, Қорлан. Қырғызстанда болған, маған қатты ұнаған. Қырғызстаннан. Бішкекте ме қайда? Иә, Бішкекте болған. Қырғызстанның Бішкектің қысы өте әдемі, Алматы сияқты, тура Алматы сияқты. Болған. Шаңғы тепкен мен ол жаққа барып. Сіз бүйтейін ба, кім сияқты? Мұнаға не айтасыңдар деп. Содан? Бастайық енді, бүгін плюске шығамыз ба, әлі минус қалдырып кетеміз ба енді? Я жоқтан бастай берейік, өзіміздің. 500 қылайық, жайлап. Көрейік, не бұл? Қадабой. Сахна тіліне аударғанда құдағи. Не дейді солай ма не? Құдағи деген мағынаны білдіреді дейді. Қадабой. Мен жоқ деп ойлаймын. Жоқ. Қодабой. Қадабой дегенге ұқсайды екен десең. Қодабой. Сахна тілінен аударғанда. Саха тілінен аударғанда ма? Анау Россиядағы не ғой? Ресейдегі бір ұлт Қодабой. Онда келіп қалады. Келіп қалатын сияқты. Онда келіп Қодабой дейді. Қодабой, келеді. Келіп тұр. Көз алдына Қодабой, келсей. Сонда Қодау деп айтамын. Қалдырайық та. Я деп айтамыз ғой, я дейміз. Я. Дұршам көрейік. Өй! 500 теңгеге мынадай қуанамыз деп ойламаппыз ғой, бірекейін. 10.500. Плюстеміз. Жаман емес. Әрі қарай кеттік. Давай 50-50. Олай берек 50-50. Өзіміздің емізбен пошагово. 500. Пока плюстеміз. Оқа. Сандай. Тыва тілінен аударғанда... Тыва, ма? Тыва или тыва. Тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Сандық, немесе орындық. Жалпы тыва тоже Ресейдің бір ұлты ғой, қателесем. Монғолиямен де байланысты негізі. Моңғол елмен де. Сандай, орындық, сандай. Сандыққа ұқсап тұр, бірақ бұл алдап тұрған сияқты. Сандай бер деп тұр ғой. Давай сол сандықты қалдырайық. Алдап тұрған сияқты емес пе?
Былай да былай болуы мүмкін. Мен негізі басқа мен мынау тәжік достармен сөйлескен кездерде, тәжік достар деп қойды дейді. Сол кездерде кейбір олардың мысалға біздің сөзбен олардың сөздері бір-біріне кейбірде күшті ұқсап келеді, кейде вообще қарама-қарсы болып келеді. Сандай. Мен сандық дегенге деп тұрмын. Сен қалай ойлайсың ал? А? Кел, Сулифа. Нешеге дейін? Бір рет қой, уақыт жоқ ана қара. Сулифа. Мынаусы дейсіз? Кеттік ал. Дұрыстап берсеңіздер 11.000 теңге болады. Берсеңіздер 10.000 теңге қалады және сервис қаласы. Ортақ нұсқа. Орындық. Дұрыс орындық. Пожалуйста. Молодесе. Жастардың аты жастық ғой. Неше 25-тесің бе? 24-те. 24-те. Мен 34-темін. 35-ке толамын бұйырса 2-3 күннен кейін. Дәл мынау қиыны ғой қара, дәл тап тұр қара. Кішкене былай. Тест нормально ғой, өзімізге таныс 4 нұсқа болады, иә? 4 нұсқа болады. Қара беректе әдемі қатырмыз ғой. Соңында бүйтіп қалмаймыз ба? Бүйтіп көру керек негізі бір тәубеңе келтіреді да. Ақша тауып атқан кезде бір қадірін түсінесің, тәубеңе келіп, шүкіршілігіңді оятып. Тест ба? Давай, тест. 5. Мыңға мұғанни мәлді екен. Әзербайжан тілінен аударғанда қандай мағына береді? Мұғанни. Мен мұғалімге де беріп тұрмын. Әнші дейді бірінші нұсқасы. Ә нұсқасы мұғалім, Б дәрігер, В суретші. Мұғанни. Мұғалімге келеді сияқты. Нұға. Қай сөзге ұқсайды, соған қарай келе береді дейсіз. Интуиция, логика. Осы уақытқа дейін адамзатты құтқарып келе жатқан. Интуитивно. Мұғанни. Негізі әншіге де келуі мүмкін. Давай әншіні қалдырайықшы. Мұғанни. Мұғалім бола берсінші. Әнші. 1000 теңге ойла. Құнысымдық. Әнші. Мен әнші деймін ал. Мен мұғалім. Давай кел. Давай мұғалім бола. Келсе? Сіз бірінші мұғалім бедіңіз ғой? Ол бірінші кейде первое слово села корова деп ауысып кетуі мүмкін негізі. Кел. Неше? Бір рет. Ойбай, бір дейінші. Сулифа. Сен көріп алдың ғой менікін. Дұрыстап берсеңіздер 12.000 теңге болады. Қателессеңіздер 10.000 теңге қалады және сервисте қаласыздар. Ортақ нұсқа. Мұғалім енді мен қателесейін деп тілеп тұрмын енді. Дұрыс орын керек. Әнші ғой. 35 жас тыңдасайшы айналайын ол. Әнші ғой, мұғанни. Ән. Түркәнмен ұрайық та, кеттік. 5. 1000. Құтырамыз өзі кішкене. Бұл жерде ешқандай нұсқа болмайды, Мен Әзербайжан деп тұрмын. Сен ше? Инструменттер, колорит соған кеп тұр енді, латтары. Да? Өзбекше кеп тұр. Өзбекше? Өзбекше келмейді мұнау. Мен енді просто 100% айтуға да қорқып тұрмын, бірақ солай сияқты негізі. 90% айта аламын, бұл негізі өзбекше емес сияқты. Тыңдай алмаймыз, бәрі сөйлепемен шешеміз ба? Әзербайжанды қалдырайық та? Өзбекше. Бұлар айтып жүр, ынтымағы жоқ екен атыраулықтардың деп. Тек қана сөйлепаға сияқты болған. Аған сыйлауды білмейді екен деп. Кеттік. Әзербайжан қалдырайық. Өзбекше болса не істейсіз? Өзбекше болса. Хорошо. Дұрыстап берсеңіздер 11.000 теңге болады. Қателессеңіздер 9.000 теңге қалады және сервисте қаласыздар. Ортақ нұсқа. Әзербайжан. Дұрыс орын керек. Қаяқ болшы мен? Түркменше, ё-майо. Ян елдасым дейді, елдашым. Қызылгүл Бабаева, Ян елдашым. Ян елдашым. Түркменский де бар екен ғой, ё-майо.
Жарайды енді. 500 кетсекші қайда. 1000-ға кетіп сразу минусқа кеттік қой. Болады ғой 500-ге айтып тұрсек, да? 9000 теңге әрі қарай кетті. Так. Дәл тап сирек. Давай тыңда тап. Қайсы? Әне астында. Порядка ма? Иә. Тыңда тап. 500 су. Енді аудио тыңдайық. Saat 7:30'ga kelishdik. 7:30'da kelmedi deyikçi. Şun bilan men sordum, men yalnız bolmamı ile adam jig'ib oldingizmi deb dedim. Keyinde aile bo'ldi dedi. Kelish olgan vaqtda keldi. Kelib men tekshirdim. Keyinde rasmı aile bormi yo'qmi? Qarasam baka, ularni yuvibdi. Shuni bilan mashinaning nomerini tushirib, men o'zimning gruppamga avat etdim. Aile degan WhatsAppda gruppamga avatib, qo'rqmay oldiga o'tadim. Yo'lga chiqdik. U Olmaotadan chiqmay, примерно Gres tarafda tushib qoldi yo'ldan. Семьяда qo'yaylik, tushunmagan bo'lsanglar. O'zimga dedimda, bo'ldi, qo'rqma, yomonchilik chaqamang. Bizning jiroq ketdi. Hozir yo'lda berib nima qolaysiz? Mangayveraylik. Hammaning durust bo'ldi. Сұмдық е? Өзбекше де келетін сияқты ішінде. Өзбекше келетін сияқты, бірақ деген татарский де келе ма деп ойлаймын. Бұл жерде бірақ ұқсап тұр ғой, түркменский ұқсап тұр, түркмен тілі, өзбек тілі, Азербайжан. Татарларға да келуі мүмкін негізі бұл. Татарларда да мяң деп сөйлейді. Кешірім сұраймын, бастана. Мен саған сендім интуицияңа. Мен өзбек тіліне сендім. Өзбекше емес негіз. Давай, көрейік ал. Жоқ. Ел не деп тұрсыз? Менде нұсқа жоқ, сондықтан да саған сенемін мен. Не өзінде жоқ, не басқаға бермейді дейсің. Өзбекте қалдырамыз ба? Жоқ. Ал жақсы, көрейік ал. Дұрыстау көрейік. Ұйғыр бар екен ғой, ё-майо. Алматыдан Грециядан шықты аман алма деп жатыр ғой. Ялки-палки. Ұйғырский бар екен ғой, ё-майо. Ұйғыр негізі өте жақсы нұсқа етпайды. Есімізге бір ауызымызға келген кезде көп сөз түсінікті. Оғызға, дәл тап, оғыз топ ше. Оғыз топ? Оғыз, 9,000-ға жеткізейік деген ниетпен бір. Ниет жаман емес. Бәс 1000 теңге. Бәзи. Түрік тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Түрік тілінен бәзи. Бәзи. Егер дұрыс айтсақ ол бәзі ме? Бәзи болар деп ойлаймыз енді. Ал не мағына береді бәзи? Бұл енді бізде не бар бәзи? Бәс емес пе екен? Банан? Мен бәске жақын ба деп ойлаймын негізі. Түрік тілінен аударғандай. Бәзі. Басқа қандай мағына бар енді? Бәзі. Беру? Бір нәрсені беру? Бәзі. Ал деген сияқты. Бәзі? Дұрыс жауап берсеңіздер. Иә. 9500 теңге болады. Қателессеңіздер 7500 теңге қалады және серік жауаптар. Ортақымызға. Сіздің бәріңіз қалайсыз? Біреулер дегенге қалдырайықшы ал. Қусаң да? Бәс. Негізі вообще алыс негізі бәс деген. Бәс деген алады. Бәз. Мен бәз біреулер дегенге ұқсат тұрған өзімше. Бәзи. Бүйтекші, бәзи дегенді қане дейікші. Қане деген сияқты. Жоқ, олай емес. Түрі бүйтті ғой. Мен жаңа дұрыс келедір едің ғой. Бәзи. О айту керек уже, бәзи. Бітті. Вообще, не болып тұр ғой, 0 болып тұр қалдымыз ғой, тұман болып тұр. Сонымен? Білмедік, мен білмедім. Ашығын айту керек енді, өтің көрермендерін ұятпау жүрер. Ұзақ екен деп. Кейбір ғой, бәз біреулер дегенге кеп тұр екен ғой, ё-майо. Прикинь. Медет, өзіңе кішкене сенімді болсай, медет. Ой, Алла, қараш, қалай жақын түреттік негізді? Просто хотя бы айта салсай шыны. Ақмақай. Бәз біреулер, қараш.
О, алла. Дұрыс еді ғой, мен сіз біткеннен кейін. Бірақ ақша болған жерден ақшаны өзіне алып қалғысы келіп тұр ғой. 7500 әрі қарай кеттік. Мама. Бұнда да қолым істемеді. Қыпшақ. Бірден тауып қалып ауыратын жоқ па әйтеуір? Мен бүйтіп өтпеді, қасық деп. Дәл тап Қыпшақ тобы кеттік. 1000 теңге. Ары. Қырғыз тілінен аударғанда қандай мағынаны береді дейді, ал керек болса. Ары. Берсеңіздер ақшаларыңыз 2 есе көбейеді. Ары. Ары. Әрі деген мағына шығар енді басқа. Ары шығар, ары қарай. Ары. Мен білемін, қырғыздардан неге сөйлесеміз ғой. Ары. Әрі қарай деген мағына. Қалай сен, соған қосасың? Мен әрірек деген мағынада ойлаймыз ғой. Стол дұрыс нұсқап, давай. 30-25 секунд эконом қалып қояйық, келесің. Сақтап қалынады. Дұрыс жауап берсеңіздер. 15.000 теңге болады. Солай ма не? Не дейді құдайым-ау? Қателессеңіздер 6500 теңге қалады және секілді қалады. Ортақ нұсқа. Әрі деген мағына, әрі ары қарай деген мағына. Дұрыс жауап. Кеттік ал. Ара, өз, сондай болып тұр, білген? Ара, балара, мәс саған. Білген? Жағы үлкейіп батыр мына қыздан. Тоқтатып қараңдаршы, мен үлкейтіп. О, мамочки, ары, білген? Ары. Кәдімгі ара болып тұр ғой, да? Ары. О, қырғыздар күшіне қарасыңдаршы. Ара десіңдерші хотя бы, ара. Ары, кеттік онда. Ой, Алла. Я давай фильм көрейікші. Мына вообще біз не сөйтейікші. Мына сұмдық екен, мына жүйе ойлаймыз ғой. Бара. Сұмдық екен, сұмдық. Қатып бұрадыр. Жасым үлкейіп батыр мен. Кеттік, фильм. 5000 теңге. Ал бұл кім? Бұл мен пошташы печкеммен сіздерге жеткіншек газетасын алып келдім. Ой, есім құрсын. Печкеммен қоштасуды ұмытыппыз ғой. Жида жақсы болыпты. Ол сондай жаман адам. Кешірерсіз. Мен неге жаман едім? Себебі менің велосипедім жоқ еді. Енді болса, жақсы адам қайланады. Қарақалпақ тілі ғой му? Мен де үйге барғанымда күтіп алатұғын үй хайуанын сақлағым келеді. Қарақалпақ. Үйге жасап. Ең жақын бізге осы. Мен басында қазақ па ойлап қалдым. Сол ғой, мен де түсінбей қалдым. Ана танимын, кім аға ғой, Еркін аға. Просто Квашинаға мейманға келіп тұрмын. Фильмнің соңы. Мынау Қарақалпақ тілі. Соңы. Мына жерде Қарақалпақстан деп тұр ғой еще білген. Рахмет 1000 теңгелеріңе. Бірақ біз оған дейін айтып тастадық қой нұсқасын. Айтып тастадық. Бұл бізде ешқандай не болған жоқ андай. Чит код ештеңе жазған жоқпыз. Чат GPT емес, көріп тұрсыңдар. Мына мидың несі, чат GPT. Сондықтан біз айттық қой сразу, дұрыс па? Косяк өздеріңізден. Оған дейін біз айттық, Қарақалпақстан деп айттық, нақты. Ешқандай адаспай. Жолымызды туратып, ақшамызды адалынан тауып отырмыз, беріңдер. Жарысын аударып қойыңдар Каспийге қазір. Десең. Ендеше дұрыс жауап берсеңіздер 7500 теңге болады. Бана 15000 не болды? Оның алдында болды. Жақсы, көрейік. Мына жерде анық шығар деп ойлаймын енді. Қарақалпақстан. Қателессеңіздер 5500 теңге қалады. Иә. Қарақалпақтар. Мен сразу айттым ғой, потому что менің зерттеуім бойынша қазақ тіліне ең жақын ол Қарақалпақ тілі. Одан кейін енді келе береді проценттің немен ставкамен. Мысалға татарлардың сөздері де бізге өте жақсы түсінікті. Бірақ басында қазақша деп қалдым. Мен қазақша деп қалдым, бірақ олар да келеді негізі. Кейбір жерлерінде ғана өздерінің Қарақалпақтарына келіп кетеді де, основном негізі 80-90% ұқсайды Қарақалпақ тілі. Әрі қарай кеттік. Кеттік. 7500. 10 000-ға қарай кеттік. Мына жерде бар ма андай нелер? Ақша жоғары ақшалар. Так, дәл тап сирек тіл. Қарлықты қалдырайық. Мына жерде айтпақшы, өзбекше уже өтіп кеттік пе уже? Дәл тап қарлықты оғын көрейік енді. 5000 ғой, монғол. Ашуланшы. Кетей. Не? Ашуланшы емес қой, қарасай. Не бір? Ашулачи.
бір сіздерде достарыңызға қоңырау шалу мүмкіндігі бар. өзбек тілінен аударғанда қандай мағынаны береді? Мен негізі бірден есіме келген мына Саят деген досым бар, әріптесім, досым, почти құрдасым. Соның негізі қайын жұрты Ташкенттен, Өзбекстаннан. Мен оның әйеліне дейін, мен үйленгенге дейін танитынмын негізі әйелін. Өзім таныстырғам ғой. Осы ол туған жері Ташкент, Ташкенттен қазағы, соған звондаймын деп тұрмын енді, білсе. Бірақ енді біздің ол дұрыс айтқанымызға да байланысты ғой, ашулачи деп, дұрыс айтсақ егерде. Соған звондайық, рұқсат болса. Енді андай не деп ойлап қалмады енді. Асел деген досымыз, мен оны Аселек деймін. Аселек плюс Сайка деп тұр менде. Шатаспас үшін. Ол қазір декретте отыр, 2 баламен. Ол қазір отвечас, істесе, ол балам оянып кетті деп айтыр, айғай салмаса болды. Аселек, сәлем. Аселек, сәлем, қалай? Здравствуйте, жақсы, рахмет. Жақсы, Аллаға шүкір. Мен саған бар ғой, сенімен сөйлесуге 30 секунд қана уақытым бар. Біз түркі тілмаш деген бір бағдарламада отыр едік. Есіңде ме, Сайка барып еді ғой? Да. Я, соған бізде қазір бір өзбекше бір сөз шығып тұр. Соған сен жауап берсең өтініш. Давайте. Қара, бізде мына жерде бедеп жазған. Ашулачи деп. A-S-H-U-L-A қазақшасы, сосын ағылшынша Ашулачи. Певец? Певец? Да, певец. Ашулачи. Рахмет. 1000 теңге салып жіберемін саған. Аселек, рахмет, кейін жазып жіберемін ме? Кейін жазып жіберемін, дұрыс па, дұрыс емес па? Все. Певец. Певец қой да? Рахмет. Певец болып тұр ғой. Бірақ қалай вообще ұқсап тұр, ашуланып өтетін болып тұр ғой соңғыран енді. Аш. Мен мысалы қуып кетедім, Ашулачи деген бір повар ма деп, аш. Олар, ол қырғыздар ғой ош деп айтатын, ош. Бірақ өзбектер де деді, ош деген бар. Енді біз тоқталамыз, сенеміз, бірден айтты ғой. Ашулачи деген кезде әншіге қалайық? Жыршы, әнші, термеші шығар. Бір шоп берсеңіздер. 8500 теңге болады. Кеадрымыз жоғар, 10.000-ға қайды. Әкелесеңіздер 65 теңге қалады, және сервите қалады. Ортақыңызға. Әнші? Бір шоп көрейік. Уже қорқып қалдық ә. 5 теңге саған, 5 теңгесін Әселекке мен өзім сыйлай салам. Әнші. Бірден айтты, көрініп тұр, бірден білетін. Мен оны әріптеп айтып атсам, ағылшынша әс бірдеңе аш деп. Дәл тап сирек тіл дейді, ал керек болса. Сирек тіл бізде не болу мүмкін? Ол манағы деген, қандай? Манағы деген қай жақтың сөзі, соны біліп алайық бірінші. Басында болды ғой. Бағанағы дейші, бағана. Дәл тап сирек тіл қандай болу мүмкін ол? Сирек тіл. Бә сен... Сені айт қанша? 5 теңге дей салайық. 1000 теңге дейік, 5 теңгесінен 5 теңге менен ажанды бірден қалдырайық. Қазың, шұлым тілінен, білген, шұлым деген мен бірінші десіп тұрмын. Шұлым тілінен аударған кезде қандай мағынаны білдіреді? Қазың. Ойбай, не дейді құдайым? Қазың. Олайша сіз бір кішкене не жоқ па, бір жоба біз бірінші десіп тұрмын, шұлым деген тіл бар екен, ол қай жаққа жақын? Қарақалпақстан ба, ұйғыр ма, татар ма? Шұлымдар бұлар тайгада өмір сүретін халық қой. Тайга. Қазың, білген? Қазың. Ой, тайга дейтін ол сол не ғой, банаға Тыва, Саха жаққа қарай жақын шығар? Үндемейді мына жақтар, хабар жоқ, бітік болды, мұрын бітік. Так, қалай? Қазың деп қосаң бейді. Давай, шұлым. Қазың. Қызың болар. Қызың. Мен олар енді кейде келет негізі бұлай. Пересекается. Перекөстік болады. Біздің ойымызша енді қызың деп қалдырайық. Бір шоп берсеңіз. 9500 теңге болады. Қателессеңіздер 7500 теңге қалады және сервите алады. Ой, бой. Ортақыңызға. Осы сөзден бар ғой, мен уже қолым телтетіп. Бастайды ғой уже. Егер дұрыс жауап берсеңіздер деген кезде уже. Уже ұнатпай тұрам кішкене. Қызыңды қалдырайық. Қалдырайық. Иә, потому что келіп тұр да. Қазың дегенге енді арғай не істемейді шығар, анда элексептік кімге неге деген сияқты. Қазың. Менікі деген. Қызың? Бисмилля.
Бисмилля. Ой. Қайың екен ғой жалмауыз. Қайың не істеп жүрсің адасып? Қаз қайда, қайың қайда? Қолыма! Мамочки, сен қартайып кеттің сен. Әжің көбейіп кетсең дедің де. Көбейді ғой. Қазың несі? Қайың қайда, қазың қайда, не істеушіңдер? Шұғыла тілі. Шұлың бет қандай еді? Мамочки, қайың айтып берген? Неме Өмір сүруге қалай жалпы деші? Осыдан кейін өмір сүре аламыз. Мамочки, мен қолыма жүннің іші шығып жатыр маған шынымды айтсам бағдарлама өте қатты ұнады. Мен негізі бұрын былай еміс көретінмін, бірақ өзің қатысып соң түркі әлемінің ішіне кірген өте ұнады бар ғой. Өзің сол жерде білмейтін тілдерді білмеген. Шұлың дедіңіз ба? Қандай дедіңіз бана? Шұлың тілі. Саха деген тіл білмейді. Өте ұнады, өте ойыңды ары қарай қазбалап, не бар? Қатты ұқсайтын сөздер де бар екен, бірақ бүгін мен үшін жаңалық болған ол шұлым деген тіл бар екені. Өте жақсы. Келіңіз, тағы келгім келеді негізі. Тегін болса да келгім келеді негізі. 5.000 беріп, 5.000 мен, 5.000 сен. Өте жақсы. Лайк басыңыздар, комментарий басыңыздар. Қайсымыз больше ұнадық сіздерге? Түріміз жағынан емес былай. Адам ретінде де десек. Өте қызық болды. Біз білмеген тілдерді, білмеген сөздердің барлығын біліп жатырмыз. Құйқаның есі деп қоясың бүйтін аждан. Мынандай толғыру өмірінде болмаған. Кәдімгідей бүкіл нерв талшықтарым оянған сияқты. Әне, көрдің ғой. Плюс бір ақша ашты. Негізі әлемде 200 миллионнан астам түркі халықтар бар. Жалпы ұлттардың саны 40-тан асады. Прикинь. Бағдарламаның мақсаты екі адамды ұстап алып отырғызып қойып тоқпен соқ емес. Точно. Әр түркі халқы өз тілінде сөйлесу керек, бірақ бір-бірімен аудармашы түсінетін жағдайға жетеді. Өте жақсы, өте жақсы. Қолдаймын. Сіздердің тұстарыңыз 75 теңге құтты болсын. Рахмет.